таңда жетістіктерді өлшеу, қателіктерді талдау және алда тұрған міндеттер туралы ойлау дәстүрге айналды. Сонымен біздің жас мемлекетіміздің 30 жылдық мерейтойына қарсаңында біз білім саласының қызметкерлері әлемдік тенденциялар аясында қазақстандық білім беру жүйесі қандай, Қазақстан мектебі қай деңгейде деген сұраққа осы жылдар ішінде қазақстандық білім жүйесі тұрақты өзгеріске ұшырағанын атап айтуға болады. Біріншіден, біздің мемлекетіміздің саясаты мектептерді әлемдік талаптарға сай жабдықтауға, цифрландыру, қолайлы, қауіпсіз, жайлы, ғылыми сипатта қамтамасыз етуге бағытталған. Екіншіден, жаңартылған мазмұны сыни тұрғыда ойлау, қылқиялы бағалау және ынтымақтастық педагогикасының технологияларымен таныс жаңа мұғалім қалыптасуда. Үшіншіден, заманауи мұғалім өзінің ұлттық тамырын ұмытпайтын, функционалды құзыретті жасампаз оқушыны тәрбиелейді. Төртіншіден, дені сау ұрпақты қалыптастыру жаһандық әлемнің басым бағыттарының бірі. Қазақстан мектебі салауатты өмір салтын тұрақты ұстануда. Бесінші бағыттың мектептерімізді заманауи шығармашыл, креативті жас мамандармен толықтыру, ауыл мектептеріне қамқорлық жасау. Қазақстан мектебінің ең басым бағыты үш тілде сөйлейтін, қазақ тілін сүйетін, құзыретті, функционалды, сауатты қазақстандық оқушының жаңа тұлғасын қалыптастыруда. Наше убеждение: каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стать первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех. Глава государства в своем послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Білімді ден шыққан сөз, талаптыға болсын кезде, ұлы ақын Абай Құнанбаев айтқандай, ұстаз әрқашан білім мен ізгілікті алға қоятын тұлға. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты әрі күрделі іс. Ұстаздар арқылы тұтас бір буынның құндылықтары мен қасиеттері қалыптасады. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген халқымыз. Болашаққа жол сілтейтін мұғалім еңбегін лайықты бағалау өте маңызды міндет. Білім беру саласындағы еңбегін бағаланып, республикалық үздік педагог 2018 байқауының жеңімпазы атанды. Бұл жетістік әрине көп жылғы еңбектің нәтижесі. Қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа технологиялардың қарқынды дамуы өмірімізге түбегейлі өзгеріс әкелді. Адам капиталына, білім саласына қойылатын талаптар мүлдем өзгеше. Саналы білім қарқынды дамудың басты шартына айналды. Педагог қазіргі заманның жаңаша талаптары мен үрдістеріне әрқашан сай болуы керек. Сондықтан білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдерге зор жауапкершілік жүктеледі. 7 түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі күннің негізгі міндеті. Біз бүгінгі міндеттерді жүзеге асыру арқылы Қазақстанның дамуына өз үлесімізді қосатын боламыз. Шәкірттің білімді болуы ұстаз қолында. 21 ғасыр білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармауымыз керек. Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, салт-дәстүрдің, ұлттық сананың тірегі. Егемен еліміздің тәуелсіздігі ата-бабамыздың асқақ арманынан туындаған, бүгінгі ұрпақтың қол жеткізген ұлы жеңісі. Егемендіктің ашық аспан астында алшаңдай басып 30 жыл артқа тастадық. Бізді бұл бақытқа жеткізген ата-бабаларымыздың, аяулы арыстарымыздың еркіндік үшін күресте төгілген қаны, солардың жанашырлық ерлігі. Мен мемлекетіміздің жастарды қолдау саясатының аясында дипломмен ауылға бағдарламасымен қазіргі таңда ауыл мектебінде математика пәнінің мұғалімімін. Алдағы мақсатым ауыл мектебінің көркеюіне өз үлесімді қосу, ауыл балаларының білімді де білікті, мәдениетті, саналы, ұлттық ойлау қабілеті жоғары іскер болып шығуына еңбек ету. Жас ұстаз ретінде әріптестермен YouTube, Zoom, Microsoft Teams платформалары арқылы өз тәжірибемді бөлісіп отырамын. Шәкірттерімді мыңнан тұлпар, 100-ден жүйрік атануға лайық, білімге деген құштарлықтары мен сүйіспеншіліктерін арттыруына жауапкершілікпен қарау, білім мен тәрбиені қатар алып жүру менің міндетім.
Қазақстан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің сындарлы саясатының арқасында республикамызда спорт және денсаулық саласына ерекше мән берілуде. Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, Қазақстан Республикасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында оқушыларға ұлттық ойындардан биік нәтижелерге қол жеткізуге еңбек етіп келе жатқан ұстазымын. Рухы биік, намысы берік, бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаттықты аялау, тағдыры ортақ, тұтас халқымыздың татулығын сақтау спорт арқылы да жүзеге асуда. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз жаңақты болсын. Мен көгінде байрағы желбіреген тәуелсіз Қазақстанның ұланы. Туған мемлекетіміздің баянды тәуелсіздігін мақтан етемін. Мемлекетіміздің беделінің өсуіне, өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Осы мақсатымды жүзеге асыру үшін, тілдерді жетік меңгеру үшін бар күшімді салудамын. Я люблю казахский язык, основную опору и сокровище каждого народа. For 30 years, we have been living in peace with many nationalities under the independent roof. Now it is the turn of every student to learn languages. Жамбыл облысының білім басқармасына қарасты Байзақ ауданының нөмірі 1 мектеп гимназиясы білім саласы тәуелсіздіктің табыстары атты педагогикалық челленджін, Семей қаласы нөмірі 6 гимназиясы, Тараз қаласы нөмірі 38 орта мектебі және Жамбыл атындағы нөмірі 5 мектеп гимназиясына, Алматы қаласы нөмірі 168 Қасым Қадықбаев атындағы мектеп гимназиясына, Павлодар қаласы нөмірі 39 инновациялық үлгідегі орта мектебіне және нөмірі 19 орта мектебіне, Байзақ ауданы Борыл орта мектебіне жолдайды. Халқымыздың әрбір табысты білім ошағының жеткен жетістігі 30 жыл ішіндегі егемендік рухындағы қажырлық пен күш-қуаттың бастамалары мен әрекеттің, қайырымдылық пен қолдаудың, шығармашылық пен шабыттың, сабырлық пен көрсеткіштердің нәтижесі екені белгілі. Құрметті әріптестер, білімнің толағай табыстары жарқын да жарық келешектің бағыты болсын.